Сәлем достар, міне біз қасиетті Рамазан айына да келіп жеттік. Кәсіп жасап жүрген, кәсіпте жүрген әрбір кәсіпкер, егерде мемлекеттен көмек берілетін болса, яғни өзіңнің кәсібіңді келесі деңгейге көтеруге мемлекет қаржы, ақша бөлген болса, барша кәсіпкерлер өзінің кәсібін дамыту үшін оны не қылады? Пайдаланып қалады. Өйткені бұл келіп тұрған мүмкіншілік. Сол сияқты, егер сіз бір зат өндіріп жатсаңыз, немесе бір затты сатып жатқан болсаңыз, сіз сол затты өндіріп шығарып жатсыз. Басқа жерден алып келіп сатып жатсыз. Сол сіздің шығарып жатқан немесе сатып жатқан затыңызды өте төмен бағада, сіз алып жүрген бағадан да төмен бағада біреулер сатып жатқан болса, нарықтағы бағадан өте төмен бағада, сіз барлық ақшаңызды, барлық өзіңіздің жинаған тергеніңіздің барлығына сол затты алып қалуға тырысасыз да. Өйткені сіз біліп тұрсыз, бұндай бағаның жоқ екендігін, және де оны ертең сіз басқа бағада сата алатыныңызды білгеннен кейін бар жаңағы ақшаңызды салып алып қалуға тырысасыз. Бұл дұрыс нәрсе. Өйткені кәсіпте жүрген адам бұның барлығын жақсы түсінеді. Яғни бұл кінәлайтын нәрсе емес. Яғни әрбір адам өзінің кәсібін, өзінің жасап жатқан ісін әрі қарай не қылғысы келеді, дамытқысы келеді. Міне құрметті бауырлар, сол сияқты қасиетті Рамазан айы да біздерге Алланың тарапынан берілген үлкен бір жақсылық алып қалуға, сауабымызды еселеп алып қалуға беріліп тұрған үлкен бір мүмкіншілік. Басқа айдағыдай емес, бұл Рамазан айында біздің жасаған әрбір жақсылығымыз, жасаған әрбір іс-әрекетіміздің сауабы өте үлкен деңгейде болады. Сондықтан біз осы айды қолымыздан келгенше пайдаланып қалуға, жақсылығымызды көбейтіп қалуға әрекет жасауымыз керек. Алла баршамызға разы болсын. Алла тағала кәсібімізге, іс-әрекеттерімізге береке берсін.